Сәлеметсіздерме 4-ші сынып білім алушылары. Бүгін біз қазақ тіл пәні бойынша қашықтықтан оқыту онлайн сабағын бастаймыз. Тақырыбы осы шақ. Оқу мақсаттары. Мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау. Етістікті тиісті шақта, өткен шақ, келер шақ, осы шақта қолдану. Ендеше бейнежазбаны тамашалап, Бібішхан Текебаеваның өлең жолы мен үлкен тарауымызға шолу жасап өтейік. Табамын жерден керегін, аспанда зулап келемін. Аспан мен жерді жалғаған, шарықта көкте өлеңім. Биіктен туды көремін, өрелі менің өз елім. Еңсесі биік ақ орда, еңкейіп кіріп келемін. Шаңырақ мынау шалқыған, ұрпағым жүрер айтып ән. Елтаңба тұрар ескертіп, айналайын халқымнан. Мұндағы өлеңнің негізгі ойы: көк туымызды сонау ғарыш алып аймақта желбіреткен ғарышкерлеріміз туралы. Ендеше, бұл өлеңде қай кезде орындалып тұрған қимылды білдіріп тұр? Соны анықтап өтіп кетейікші. Биіктен туды көремін, өрелі менің өз елім. Еңсесі биік ақ орда, еңкейіп кіріп келемін. Бұл жерде дәл қазір орындалып тұрғанын білдіріп тұр. Демек, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз дәл қазіргі орындалып тұрған сәтке байланысты. Осы шақ. Осы шақ етістіктер іс-әрекеттің қазір болып жатқанын білдіреді. Мысалы, көріп отыр, өсіп тұр. Осы шақ етістіктері: не істеп отырмын, не істеп жатырмын, не істеп тұрмын, не істеп жүрмін. Не істеп отырсың, не істеп жатырсың, не істеп тұрсың, не істеп жүрсің. Не істеп отыр, не істеп жатыр, не істеп тұр, не істеп жүр деген сұрақтарға жауап береді. Осы тақырыбымызға байланысты берілген сызбаға сәйкес сөйлемдер құрап жаз. Ұшып жүр, жинап жатырмын, жаттап отыр. Мысалға, аспанда торғай ұшып жүр. Келесі, жұмбақты оқып шешуін тап. Көк қарбызым қойған жерде биік тұр. Сол қарбызға бүкіл әлем сыйып тұр. Бұл жерде етістіктің қай шақта, қай жақта тұрғанын айт. Жұмбақтың шешуіндегі сөз туралы не білесің? Және жұмбақтың шешуіндегі сөз бойынша осы суретке байланыстырып әңгіме құрап жаз. Осымен бүгінгі біздің онлайн сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.